Мысалы біздің өзіміздің ізденбегендігімізден өзіміздің іс-әрекеттерімізге не істей алмай қалатамыз, дәлел келтіре алмай қалатамыз. Мынаған не дәлел, мынаған не дәлел деп біреу сұраса, келтіре алмай қалатамыз. Сен келтіре алмай қалуың ол шариғатта жоқ деген нәрсе емес қой. Оны іздену керек. Біздің қандай амал істеп жатсақ та дәлел бар. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін жинайтын болсақ, қандай да бір үкім жөнінде, тіпті ол дұға жөнінде болсын, дұға жөнінде хадистер жинау керек. Не деп жатыр? Осының бәрін жинаған кезде біз дұғаны қалай қылу керек екенін түсінеміз. Анас бин Маликтен келіп жеткен риуаятта Аллахтан ол кісі разы болсын, не деп айтып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылған кезде екі қолын көтеретін еді деді. Тіпті мына қолтығының ағы көрінетін еді деді. Бұл Анас бин Маликтен келіп жеткен хадисте. Ал енді Омар сахабадан келіп жеткен хадисте не деп жатыр осы дұға жөнінде? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылған кезде егер қолын көтеретін болса, бетін сипамай түсірмейтін еді деді. Бұл Омардан келіп жеткен хадисте. Тағы осы тақырыпта үшінші хадис бар. Ол Ибн Аббастан келіп жеткен хадис. Ибн Аббас ол қандай сахаба? Бұл үшеуі де ең мықты сахабалардың ішінен бұлар. Анас бин Малик пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйінде 10 жыл қызмет еткен бала. Ана жүрек деп әкеп, мынау Анас балам сізге қызмет етсін деп әкеп тастаған. 10 жыл қызметінде болған өз баласында үйінде. Ол сол сахабаның көзімен көргенін айтып тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылғанда қолын көтеретін еді деді. Кәбір бауырларымыз бар да, Құдай сақтасын. Ол үстіне өткен амал ете алмайды дұға қылған кезде. Ол қолын көтере алмайды ол дұға қылған кезде. Ал Омар кім ол? Фаруқ. Екінші халифа болған. Исламға кіруменен дін исламға көптеген септігі тиген батыр сахаба еді. Ол сахаба екінші хадис жеткізіп тұр. Қолын көтерсе, бетін сипамай түсірмейтін еді қолын деді. Ал Ибн Аббастан келіп жеткен риуаятта не деп жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылған кезде мына екі қолын қосатын еді дейді. Екі алақанын. Шететті жүзіне жақын ұстайтын еді деді. Бұл Ибн Аббас сахаба Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көкірегіне қолын қойып тұрып, я Раббым, бұл Ибн Аббасқа Құранның мағынасын, Құранның тәпсірін түсіндіре көр деп дұға қылған жалғыз сахаба. Үшеуі де сахабалардың іштеріндегі ең мужтахид ғалым сахабалар. Бұл дұғаның тәсілдері келіп жатыр, мына көріністері. Демек біздің ата-бабамыздан келіп жеткен дұға қылу тәсіліміздің өзі дұрыс жолмен келіп жеткен де бізге. Қазір біреулер бір қажылыққа барып келіп алады, ана біреулерді көріп алады, қолын жаймайды екен дұға қылса, үйтпейді екен, бүйтпейді екен, қолын бүйтіп байламайды екен деп фитне шығарып жүреді да. Әлем үйтіп қараумен алынбайды ғой, дұрыс па?